Бүгін Жамбыл облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының Жамбыл облыстық қан орталығында дүниежүзілік сүйек кемігі доноры күні мерекелеу қарсаңында лейкозы бар баланың өмірін сақтаңыз акциясы өтті. Атаулы шараға Жамбыл облыстық прокуратурасы қызметкерлері де қатысты. Толығырақ тілші тарқатсын. Сүйек кемігі ағзадағы жаңа қан жасушаларының пайда болуына жауап береді. Онда гемопоэтикалық тің жасушалары пайда болады және оларды гемопоэтикалық деп атайды. Кейіннен ішінде эритроциттер, тромбоциттер, лимфоциттер және қанның басқа компоненттері қалыптасады. Бүгінгі акцияда облыстық, қалалық, аудандық прокуратура қызметкерлері игі іс жасады. Жыл сайын қыркүйек айының әрбір 3-ші сәрсенбісінде әлемнің 50-ден астам елдерінде, соның ішінде Қазақстанда дүниежүзілік сүйек көмегі донор күні атап өтілуде. Аталған күндер мерекелеу қарсаңында бүгін, яғни Жамбыл облыстық қан орталығында Жамбыл облысының прокуратура қызметкерлерімен лейкозы бар балалардың өмірін сақтаңыз акциясы өткізілуде. Мұндағы басты мақсат гемофездік жүйе ауруларымен ауыратын балалардың өмірді құтқаруға атсалысу болып табылады. Бұл іс-шара облыс прокуратура тарапынан жыл сайын үрдіске айналған. Яғни біз жыл сайын облыс прокуратура қызметкерлері келіп осы қан орталығына қан тапсырамыз. Келесі жылда қан тапсыратын болады. Акцияға 60-ға жуық прокуратура қызметкері қатысып, донор болды. Осылайша игі іске атсалысып, қол ұшын созды. Бүгін дүниежүзілік сүйек кемігі доноры күнін мерекелеу қарсаңында Жамбыл облыстық қан орталығы мен Жамбыл облыстық прокуратурасының қызметкерлерімен бірлесіп лейкозы бар баланың өмірін сақтай акциясын өткізуде. Осы орайға шараның маңыздылығын жете түсініп, атсалысып келген Жамбыл облыстық прокуратурасының қызметкерлеріне алғысымызды білдіреміз. Және де Тараз қаласының тұрғындарын акцияға белсенді қатысуға шақырамыз. Айта кетейік, Жамбыл облысында сүйек кемігі дертімен ауыратындарға биылғы жылы тамыз айында 820 адам донор болған, ал 50-і тіркелімге кірген. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 7/7 News.